171-дің бірінші есебінде тиын шамамен 6 жыл тіршілік етеді. Бұл қоянның тіршілік етуге тиісті жасының 5-тен 3-не тең. Қоян қанша жыл неше жыл тіршілік етеді? Бұлай болатын болса, бізде 65 бөлінген 5-тен 3 болады. 65 көбейтілген 5-тен 3. Бізде бұлар қысқармайды, сол үшін 1-ден көбейтіліп кетеді. Бізде бұл жерден 30, 325 деген сан шығады. 8 болады, сонда 3-тен 1. Бізде қоян осынша жыл өмір сүретін болады, сонда бізде. Екіншісінде 12. Екіншісінде бізде қант қызылшасының 20-дан 3 бөлігі қантқа айналады. 12 тонна қант алу үшін неше тонна қант қызылшасы керек? Бізде бұл екіншісінде бөлу болып кетеді. 20-дан 3. Біз бұның айтпақшы көйтуге алдырады екенбіз ғой. 12 көйтілген 3-тен 20 қысқарады. Тең 80. Үшіншісі 180 бөлінген 5-тен 2 болады. Мен бұның мәселе есебін оқымадым бірден. Есебін шығарып жатырмын. Алты 72-ші есепте жаттығуда 80 сөз бар. Жаттығулардағы барлық сөздердің 4-тен 1-і зат есімдер, 10-нан 3-і етістіктер, қалғаны әртүрлі сөз таптары. Жаттығудағы зат есімдер неше сөз, етістіктер неше сөз, әртүрлі сөз таптары неше сөз дейді. За дегеніміз зат есім, дегеніміз етістіктер, әртүрлі деп әдеп қойайық. 80 көбейтілген 4-тен 1 болады. Бізде бұны табу үшін зат есімді қысқарып 20. Етістіктеріміз 80 көбейтілген 10-нан 3. 24. Енді бізде осы екеуі беріліп тұр бізде негізі. Ал енді біз әртүрлі сөз таптарын табу үшін бізде 80 азайтылған 20 қосылған 24 тең 80 азайтылған 44 тең 36 деген мән шығады бізде. 673-те тікбұрыштардың ені 4-тен 1 сантиметр, 4,5-тен 1 сантиметр, оның ұзындығы 2-ден 1-індей. Тікбұрыштың периметрін табыңдар делінген. Бізде В деп алайық енін. 4,5-тен 1. А дегеніміз ұзындығы X болады. Бұл жерде өткені бұл оның ұзындығының 2-ден 1-індей делінген. Сол үшін 2, 1 дәл осылай сызып қоямыз. Аға қаратып периметр белгісіз болады бізде. Шешуі бізде аны тауып алуымыз керек бірінші. 4,5-тен 1 көбейтілген 2 тең 21 тең 5 көбейтілген 2 42-ден 5 тең 8,5-тен 2 болады. Бізде 8,5-тен 2-ге тең болды. Ал біз енді периметрді табуымыз керек. 2 тең жақшаның үстінде А қосылған В тең 2 көбейтілген 5,5-тен 1 4,5-тен 1 қосылған 8,5-тен 2 тең көбейтілген 12-тен 5-тен 3 тең
2 көбейтілген 63-те 5 болады. Тең 126-тан 5 тең 25-тен 25,5-1. 674-те бізде 3 санның қосындысы 324-ке тең. Бірінші сан қосындысының 9-дан 4-іне тең, екінші сан 6-тан 1-іне тең. Үшінші санды табыңдар делінген. Бұл жерде бізде бірінші сан 9-дан 4 дейміз. Екінші сан 6-тан 1-ге тең. Үшінші сан белгісіз. Жалпы 3 сан 324-ке тең. Шешуі деймізді. Біз бірінші санды тауып аламыз қазір. 324 бірінші сан 324 көбейтілген 9-дан 4. 324 пен 9 қысқарады. 36 тең 144 деген сан шығады. Бұл бірінші сан. 324 көбейтілген 6-тан 1. Бұл қазір біз енді екінші сан табамыз. Мына екеу қысқарады. 54 болады. 54-ті бірге көбейтсек. 54. Екінші сан. Уже барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бізде үшінші санды табу үшін бірінші сан мен екінші санды қосып, одан жалпы саннан алып тастаймыз. 324 азайтылған 54 қосылған 144 тең болады бізде 126. Сонда бізде үшінші сан 126 болады. 75-те бізде біріншісінде Марат барлық ақшаның 7-тен 5-іне кітап сатып алғанда, оның 50 теңгесі ақшасы қалды. Ақшада Маратта қанша ақша болды делінген. Бізде біз қазір бірінші 50 теңгені тауып алуымыз керек. Сол үшін 1/7-нен 7-тен 5-ті алып тастаймыз. 1/7-тен 7 бізде. Өйткені асты 7 болған екен, оның асты 7-тен 7 болады. Азайтылған 5, 7 тең 2-ден 7. Біз бұл жерде бөлігі бойынша санды табуымыз керек. Бөлінген 7-ден 2. Бұяқа білесіздер, көбейтіп алып түседі. Бізде тең 175 деген сан шығады, яғни высы. Бұл біріншісі. Екіншісі бізде турист барлық жүруге тиісті жолының 12-сінен 7-сін жүргенде межелеген жерге 85 км қашықтық қалды. Турист неше километр қашықтықта баруды межелеген еді дейміз. Бұл да дәл осылай шығады. Бізде бұл жерде бізде бірден азайтамыз 12-ден 7-ні. 12-ден 12 азайтылған 7-ден 12 тең 5-ден 12. 85 бөлінген 12-ден 5. 85 бөлінген 12-ден 5 дейін. 85 көйтілген 5-ден 12. 17 бізде яғни 204 деген сан шығады. Бөлігін бойынша санды табыңдар делінген. Бізде ол кезде көбейтіледі. Көбейту кезде қысқартылады, 2 мен 10 қысқартылады 2-ке. 3 пен 9 3-ке қысқартылады. Сонда бізде 5-ден 3 деген сан.
Bu iki qisqartılmaydi. 10 12 bir bütün 5'ten 1 deyin san шығады. 14 пен 7 2 5'ten